Әл-Маруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой. Ассаламу алейкум ағайындар. Аллах субханала тағала баршаларыңыздың өмірлеріңізді ұзақ, тендеріңізді сау қылсын. Мынау істеп жатқан амалдарыңызды Аллах субханала тағала екі дүние жемісіне берсін. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salah ve atuz zakat deydi. Namazlarında turguzunlar, zeketlerinde beringer deydi. Bu zeket bir farz bu. Zekette bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oylap çıkargan yok. Müslümanlar oylap çıkargan yok. Belki Allah subhanahu wa ta'ala zekette farz kıldı kimlerge baylar üçün. Жаңа Alimcan bavurumuz öte bir жақсы айтып кетті. Biz қанша зекет жайында айтамыз. Былай айтқанда біз қарыздан құтыламыз. Айтып, yani сол байлар ертең қияметте сол зекетini бергендігі үшін өте үлкен масқаралықтан құтылады біріншіден. Себебі zeketen vermegen baylardın kuyruğuna peşatlar orlat deydi. Ona bilesler mi? Men degen şaup turgan attın jambasına belgi koyat. Sonda жаңағы attın şıngırgan estkestir mi, körgestir mi? Adamzattın erten zeketen vermegen baylardın kuyruğuna sonday peşatlar koyulat. Son azaptan amanda bolat. Zekette беру менен осы дүниенің өзінде ол өмір бақи кедейлікті көрмейді. Ол өмір бақи банкрот болмайды ол. Zekette берудің ең үлкен бір хикметтері осы. Мынау Қырғызстанда Созақ деген жер бар. Сол жерде бір екі жігіт жайында айтып береді. Біреуі Мұхаммед Шариф деген жігіт. Бұл жігіт өте бір бай жігіт. Бұл сондай зекетін береді, мініп жүрген машинасынан да зекет береді. Негізінде мініп жүрген машинадан берілмейді өз негізінде. Бірақ ол мініп жүрген машинасынан үйінде ілініп тұрған кілемінен де зекетін беріп жүреді. Осы кісінің көршісі болады, ол коммунист. Sonda bir Құдай ұрған адам, бұның үстінен жаза береді, бұл вахабис, бұл анандай, бұған Арабстаннан ақша келеді дегеніне, бізде де болып атқан сонда бір өсек әңгімелерді айтады. Және де сол жерде бір Абдуллах деген жігіт болады, бұл жігітті өте бір бизнесмен жігіт. Бір күні әкесімен келе жатса, қараса мешіт бітпеген. Әке, мына мешіт неге бітпеген десе, балам қаражат жетпей қалды дейді. Онда әке бұның қаражатын бәрін не қылайық та, есептейік де осы айтқа жақсылап тұрып, осыны бітіріп кірейік. Әкесі өте қуанып кетіп, жаңағы мешітті бүтін қаражатын бәрін беріп, бітіріп, айт намазын сол жерде оқиды. Және де шығып атқан адамдарға менің садақа бітірім деп, сол мешітке келген бүтін адамдардың барлығына 1000 сом. 1000 сом ол уақытта $100 еді. Ол вақытта $100 еді. 93 жылдары. 93-94 жылдары. Содан сол ауылға өте үлкен бір сел келеді де, сел бүтін елді, бүтін бәрін жойып кетеді, қырып кетеді. Үлкен үйлерді, үлкен жерлердің бәрін опырып кетеді де, бірақ Мұхаммед Шарифтің үйіменен жаңағы Абдулланың қорасына су кірмейді. Сонда жаңағы коммунист шығып алып айтады дейді. Мен Мұхаммед Шарифтің құдайына сендім.
Bunun avulasına, qorasına su kirmevi, bunu zekete alıp kaldı degen ekan da. Ana Abdullah'ni kişiye aytda bergen sadaqa pitiri alıp kaldı. Ekevinin üyüne gana su kirmegen qorasına. Zekat sonday narsa agayindir. Bol alhamdulillah bizden yelimiz Müslüman yeli, halkımız Müslüman halkı. Zeketin berip atkan köpten köp azamatlar var. Onların içinde ayıl kişileri de var. Men olsa vağızda da aytıp ötüp ettim, bir cesir ayelden 7 milyon tenge zeket bergenin. Men cesirmen, jetimmen, bırak men buna zeketimde beremin degende men siz toktap turungiz. Zeketni birinchi jetimge beradi, jesirge beradi. Siz qalay bizga bereyin deyapsiz. Degan vaqtimda bu mening shukrchilik zeketim. Baldarim alhamdulillah aman, alhamdulillah namasan, alhamdulillah mağan boysunatın baldar bo'ldi. Men baldarıma to'y qilgan jo'qman. Men baldarımda uylantirib, yaxshilab tamoq berdim da, baldarım to'yga keteten narsani jetimge berek, jesirlarga berek. Kim adamlarga berek deb ta'lim berganman. Mana biz zeketimizde qabul qilamiz degan ayellarda bo'ldi. Al-Marwa Alloh taolaning qo'noqlarına jiyli әрі сапалы xizmat ko'rsatuv biz uchun ulkan abro'y. Қазақта bir maqal var qo'y. Ber dese subhan, berib salar sultan. Berme dese subhan, nesin berer sultan. Ne bir baylar var, şerif atkan baylar var. Kazinoga aşina var, tastab ketib atkan. Şeyh Süleyman bu hazırgi vaqtda Saudiya Arabistan'da jasab atkan öte kartayıp kalgan kariye adamның ohiqasını aytib bereyim. Bu kişi aytadi, biz öte kedey ömür sürетін edik, öte kedeydin kedeyi edik deydi. Bir günü mektepte muallim aytdı, erten 1 riyaldan alıp gelingler, erten olsa aynalığa çıkamız, ekskursiyaga çıkamız. Sodan uyga bardım, aka şişeme aytdım, aka şişem yok, 1 riyal. Tuni men jilab chiqdim. Xudaydan so'rab chiqdim. Biroq yo'q. Barsam baldan ber jinalib qolgan ekan, men jaylan bardim. Biroq bizning ustozimiz o'ta ziyrak adam ekan. Ey Süleyman ber kel deb aytdi, men chaqirdim, oldina keldim. Endi betavzim isib ketgan chiqar jilaganligimdan. Sodan mağan bir so'roq qo'ydi. Onu barlig'i biletin. Sonday bir oңай so'roq berdim. Ol so'roqni men aytib edim, xaltasidan 1 riyal chiqardi. "Oh, mana sening siylig'ing" deb mağan berdi. Bilasizmi, men o кезде qanday quvondim? Men qanday quvonib ketdim sol кезде. Sodan endi olib kelana 1 riyalni deb aytdi deydi. Сөйтіп мен рiyalni 1 riyalni berdimda, so'men ekskursiya bo'lib aylanib keldik. Quvonishimda chek yo'q. Vaqtning o'tuvi menen mektep bitdi. Жоғары оқуларға түстік. Men bay болдым, өте bir davlatli болдым. Alhamdulillah. Bir kuni o'zim bir uyda bir suratlar жатқан ekan, sol suratlarda ашып, qarab o'tirsam, bayağı sol 1-chi klassda ustozimizdan tushgan suratimiz bor ekan. Birden esime жаңағы ustozim tushdi. Meni sonda bir quvongan. Sodan arjaqa zvandab, berjaqa zvandab жаңағы adam tapdım. Ol ustoz o'zi Palestinalik ekan. Sodan o kishi o'sha pensiyaga chiqqan, qartayib qolgan ekan, izlab bordim. Izlab borib o'tirib, söylesib o'tirdim. Olmagan kudukmen qarab, qo'rquvmen qarab o'tirib, bu kim ekan, bu meni ne uchun izlab keldi ekan deb bir qo'rqinchмен qarab o'tirib, men tanisizmi deb so'radim. Сөйтіп edim, "Yo'q, tanimayman" dedi. "Sizning bir Süleyman degan bir shogirdingiz bor edi, tanisizmi" dedim. "Yo'q, tanimayman" dedi. "Esingizdan chiqardingizmi? 1 riyal esingizdami?" "Yo'q, kechirasiz, balam, esimdan chiqdi. Endi karlik qo'yin" dedi. "Yo'q, ustozsiz, renjimingiz. Men sizning Süleyman degan shogirdingizman. O'sinda voqea bo'lgan edi. Sol 1 riyaldan men sizga qarz bo'lib qolib edim, sol qarzimni olib keldim" deb edim.
Sen bayağı Süleymensin be deb aytdi, esine keldi. Men bo'lsa 1 riyalni sizga olib keldim. Biroq buni bu yerda bermayman. Juringiz, men sizda sol boshqa yerda aparman. Sen o'z qaydan kelding? Men Riyoddan keldim. Riyoddan keladigan bo'lsang, soncha 1 riyalni berish uchun 1000 riyal sarf qilib keldingmi? Isrof qayda deb aytdi deydi. Amelen jure bersang ishida bu kishini mashinaga mingizib olib, жаңағы o'ta ulkan bir kottejni ko'rsatdim-da, mana bo'ladimi deb aytdim. Hey, masxara qilyapsizmi men? Men masxara qilyapsizmi? Yo'q, masxara qilyapman. Hey, men senga 1 riyal bersam, mana voy necha million riyal turadi. Sodan adami mashina turib ko'rsatdim. Mana mashina sizga bo'ladimi deb aytdim. Sonda жаңағы ustoz jiloj berdi deydi. Ustoz, siz quvongandan jilabatsız qo'y, biroq sizning quvonganingiz mening quvonganimning oldida hech narsa emas edi. Men hali yuragi ochilmagan, hali ko'zi ko'rmagan, kedeylikdan boshi chiqmagan, qarni to'yib ovqat yemagan balaning quvonishunday quvonish emas. Men sizga o'lganimcha qarzman. Men sizning shotingizni ochib qo'ydim. Ne gerek bo'lsa inshaalloh oling'iz. Sonda bir quvonib ketib bora жатқан vaqtimda, ey Süleyman deydi, to'xta deydi. Süleyman to'xtab turadi. Biroq Süleyman da zo'rg'a turadi. Ana kishinin quvongan jasini ko'rganda, Süleyman da o'zini tutay olmaydi. Zo'rg'a turadi. Aytaveringiz deydi, "Yo'q, ma'gan qara" deydi. Jaylab qaraydi. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala senin bütün amanını kabul etsin. Bırak bana mananda üy verip yetimler, kedeyler üysüz aç kalıp kalmasın. Mesela razımın. Osu üyde satıp sonun akşasına kança kedeylerge üy yaparsan, karnını toygursan dedi. Sonda olarda da isteyimiz inşallah. Dedim de burulup gittim. Sodan şu taşında o kişinin so derecede bir jomartlığından, ol kedey et, bırak ol jomart et. Özünün üyünü alıp tastab kedeylerge üy sap verse işte vardır. Ben ol kişinin atından 100 kedeyge üy yapardım. 100 kedeyge üy yapardım. O kişinin özünün atından 10 meşit açtım. O kişinin özünün tili balaşağasını jetip duratan şötlerini açıp koydum. Ben Allah'tan sorayım. Allah'ım, menin dünyada bergen malımda mağan osu dünyada kaytarmaya koş, mağan ahirette kaldırış dedi. 2014 yılı bilesizler, bütün televizyon, bütün radyo, bütün gazete, jurnal şıngırış verdi. Ol kişi 8 milyar doların yetimcesizliği taratış vere saldı. 8 milyar dolarını yetimcesizliğe bulay taratış vere saldı. Sebebi yerten onun sıyılığı, onun cazası var ekanini biledi. Kananız ol biledi. O kişi eli tiri bırak. Saudiyada ömür süredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ötkenden keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu halife bo'lib bilasizlar. Bu halife 2 yıl musulmonlarni boshqardi, o'ta fitna zamanlari bo'ldi. Bir odamlar men so'g'isdi. Kim men so'g'isdi? Ular tarixda murtad deb ataladi. Ular tarixda murtad deb ataladi, dindan qaytganlar deb. Ular sonda dindan qaytganda Xudoy yo'q dedimi? Xudoyga sherik keltirdimi? Nemese namoz o'qimaymiz dedimi? Yo'q, qajliqqa bormaymiz dedimi? Yo'q. Ular namoz o'qidi, Allohga sherik keltirgan yo'q, roza ustadi, qajliq qildi. Ular jalg'iz g'ana zakatni bermaymiz dedi. Zakat bermaymiz dedi.
Өзіміздің тауып отқан байлығымыздан не үшін беруіміз керек деді. Сонда Абу Бакр Сиддиқ разиаллаху анху шықты да, бұлар діннен қайтқандар, бұларға мен соғыс ашамын деді. Омар ибн Хаттаб разиаллаху анху, я Абу Бакр деді. Қойсайшы деді. Бұлар намаз оқиды ғой. Деп еді, бұлар бірақ зекет бермейді деді. Зекет бермеудің үкімі өте ауыр екен ағайындар. Абу Бакр Сиддиқ дүниеден өтті. Ол кісі жаназасы оқылып болғаннан кейін халифа Омар ибн Хаттаб болды. Омар ибн Хаттаб бір күні мемлекеттің осы қағаздарын тексеріп отырса, қараса бір құты тұр, құтының ішінде ақша тұр, және де бір не тұр? Хат тұр. Хатты жайлап ашып кімде не екен деп оқса, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл ақыр заман пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның бірінші халифасы Абу Бакр Сиддиқтан. Мұна құтыдағы ақша, бұл менің 2 жылдық айлығым. Бірақ мен бұл айлықты қалай аламын? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам 23 жыл рисалатын өзінің пайғамбарлығын таратқанда біреуден бір тиын алмаған еді, бәлкім берген еді. Менің де бұл 2 жылдық айлығым жетім-жесірге беріп жіберіңдер деді. Омар ибн Хаттаб орнынан қарғып тұрды. Ей Абу Бакр, ей Абу Бакр, ей Абу Бакр, сенен өмірде тірілігіңде осуды ойлап едім, оздырмаған едің. Ей, өлігің де озып кетті ғой бізден деген екен. Себебі ешбір жерде жесір жыламасын, жетім жыламасын. Жетім жыласа, жесір жыласа, қарны аш болса, ертең оларға сізбенен біз жауап береміз. Байлар жауап береді. Зекетін бермегендігінен, садақасын бермегендігінен. Бірақ біліп қояқ, сол жетімнің да, жесірдің да ризқын Аллах береді. Алла өзі сондай шебер беріп қояды. Бірақ сізбенен біз бұл сыналамыз. Хош, сол байлығымызды кімге бердік, қай жерге бергендігіміз жайында сұралынамыз. Дауд алейхиссаламның дәуірінде бір жесір әйел болды, 5 баласы бар, ештеңесі жоқ. Бірақ жүн алады, жүн иіреді, жіп қылады, бір аптада сол жіпті апарып базарға бар сатып, бала шағасына киім, ауқат, анау, мынау алып келеді. Күндерден бір күні сол базарлығына кетіп бара жатса, сонда бір үлкен бір құс келеді да, бұл әйелге шабуыл жасап, әйелдің қолындағы жіптерін бәрін алып кетіп қалады. Содан әйел бейшара жесір әйел жылап-жылап үйіне келсе балдары жүгіріп, не әкелдің деп жүгіріп шығады. Балдарына да айқайлап, ұрысып, ішке кіріп, өкіріп жылайды. Құдайға қарсы көптен көп сөздер айтады. Азанда тұрады да Дауд алейхиссаламға келеді. Дауд алейхиссаламға келіп, есікті теуіп ашып, ей Дауд, сенің Құдайың әділ ме, залым ба дейді. Дауд алейхиссалам қайран болады, ей, үйтіп айтпа, олай айтпа. Құдай ол аса қамқор ерекше мейірімді. Бұндай сөзіңді айтпа десе, сенің Құдайың залым дейді. Сенің Құдайың залым дейді. Себебі мен бір жесір әйелмін. 5 балам, жетім балам бар. Аптада бір рет базарға жіп апарып сатамын. Сол жібімді кеше бір құс келді, менен тартып алып кетіп қалды. Балдарыма еш нәрсе апара алмай қалдым. Ауқат апара алмай қалдым. 5 жетімім жылап отыр. Құдайың егерде әділ болатын болса, сол құсты неге байларға жібермейді? Маған ұсаған бір жесір, жетім баласы барға жібереді дейді. Сонда есік қағылады. Сөйтеді, қараса бір, сізде дейді бір 10 адам іздеп келді дейді Дауд алейхиссалам. Кірсін дейді. Кіреді, жаңағылар, ассаламу алейхим ва алейхим ассалам. Келіңдер, не болды деді. Хазірет дейді, кеше біз кемеде едік, теңіздің үстінде едік. Сонда қатты шамал болды, жел болды, толқын болды. Біз өліп кетеміз бе деп тұрған едік. Аспаннан бір өте үлкен құс көрінді. Сол бізге бір жіп тастады. Сол жіпті жыртық жамауымызға жамап, сонымен аман қалдық. Алхамдулилlah. Біз әрқайсымыз бір 100 динардан садақамызды шығарып атырмыз. Соны өзіңіз қалаған адамдарыңызға бере беріңіз деп жаңағылар 100
so'mdan tengidan tashlab ketadi. Sonda Davud alayhisalom ana Cesar ayolga qarab turadi-da, ey nadan ayol deydi. Ol Allah osmonda da, yerda da, suvda da o'zining savdosini istay beradi. Oğan aralashuvchi bo'lmag'in. Ol Allah asaqamg'or, ol erikshi mehrimdi. Ol osmonda da, ol yerda da, ol tengizda da o'zining savdosini istay beradi. Jalg'iz g'ana siz bilan biz zekatimizni beruvimiz bilan, sadaqamizni beruvimiz bilan ulkan javobgarchilikdan qutulamiz. Ara o'zimizning tavbatgan malimiz, dunyomiz o'zimizga da, yana da o'zimizdan keyingi urpog'imizga da adal bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga hidoyat bersin. Dunyoning yaxshiligini bersin. Dunyo 3 odamning duosi bilan turadi dedi. So'ning birinchi taqvoli g'olim. Taqvoli g'olim. Ikkinchisi bütün rizqdan kesilib qolingan mögedek. Bütün rizqdan kesilib qolingan mögedek. Üçüncüsü yetimi var. Cesur ayolning duosi bilan mana dunyo turadi dedi. Alloh subhanahu va taolo ularga da insof, tavfiq bersin, hidoyat bersin. Ularning da Alloh malına bereket bersin. Allah subhanahu wa taolo mana çiğnimizde dünya ahiretimiz için hayırlısın ağayınlar. Dünya ahiretimiz için, yelimiz için, jurtumuz için hayırlısın. Her bir berilini vatkan sadaka, her bir berilini vatkan bu zekat inşallah yerden Rabbimizin aldığında cüzlerimizde çarık kılatan zekat sadakalardan basan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Әл-Марва Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.